18-ci сабақ комбинаторикаға берілген есептер. Бірінші есеп: Марат, Арман, Омар және Жалғас театр қойылымын тамашалауға келді. Суретте көрсетілген бос орындарға олар неше әдіспен отырғызуға болады дейді. Сарымен көрсетілгендер олар бос емес орындар, ақпен тұрғандар бос орындар. Демек, 2, 4, 6, 7 бос орын бар екен. Жақсы, бірінші Марат келді деп айтайық. Марат бірінші келді. Марат келді, оған 7 орын бос тұр. Жетеудің кез келген жеріне отыра алады. Демек, Мараттың таңдауы жетеу деген сөз. Біреуін таңдай салсын, мысалы 3-ші орын таңдап алды дейік. Енді Арман келеді. Арман келсе 6 орын бос тұр. Себебі біреуіне Марат отырып қойды ғой. Демек, ол 6-ын таңдай алады. Арман біреуін таңдабасын 20-ші деген. Енді Омар келеді. Омар келетін болса, 2 орын тағы да бос емес болып қалды. Омар келген кезде 2, 4, 5 орын тұр екен, демек ол 5-ін таңдай алады деген сөз Омарымыз. Омар біреуін таңдап бітті. Енді Жалғас келеді. Жалғас келген жағдайда 2, 4 орын қалған екен бос. Ол 4 орынның кез келген біреуін таңдай алады. Демек, ол да біреуін таңдап отырды. Олай болатын болса, олардың таңдау қанша тәсілі бар десе, 7, 6, 5, 4. Осы сандардың қосындысы, яғни екеуінің қосындысы 12, ал 6 мен 4-тің қосындысы 10, сонда 22 шығар екен. Жауабы 22 әдісі бар. Тарас сөзіндегі әріптердің орындарын ауыстыра отырып, неше әртүрлі сөздер құрастыруға болады дейді. Бұл тапсырмалар бізде жоғары сыныптарда келсе, П деген өзінің формуласы бар, соған сала саламыз. Ал енді 5-ші сыныптарда және 6-ші сыныптарда бұл есептерге біз сөздерді жаза отырып анықтайтын боламыз. Яғни Т арқылы басылатын барлық сөздерді жазып болғаннан кейін, мысалы Т арқылы 10 сөз шықса, демек Р арқылы да 10 сөз, З арқылы да 10 сөз шығады, А арқылы да 10 сөз шығады дейміз да, берілген сандарды 10 сөзді көбейтеміз осы 5 әріпке деп анықтаймыз. Бұл жерде басқаша анықтауға, яғни П-ның формуласы арқылы 2, 4, 5. Ол 5 сан деген сөз, ол 5 факториал. 5 факториал дегеніміз 1-ден 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 1, 2, 3, 4 және 5. Олардың көбейтіндісі 120 болады. Демек, бір әріп арқылы, яғни Т деген әріп арқылы мыналардың барлығын орындарын ауыстырып 120 сөз анықтауға болады. Енді бір әріп арқылы қанша анықтауға болады дейтін болсақ, 120-ны бөлеміз 5-ке. 120-ны 5-ке бөлетін болсаңыз 24. Демек, Т арқылы 24 сөз жазылады, А арқылы 24 сөз жазылады, Р арқылы да 24 сөз жазылады. А деген қайталанып кетті, сондықтан аны жазудың қажеті жоқ. Және З арқылы да 24 сан жазуға болады. Демек, бізде қанша 24 бар? 1, 2, 3 және 4. Яғни 5-еудің 1-еуін алып тастаймыз деген сөз ғой. Яғни 120-дан азайтамыз 1,24-ті. Сонда 96 қалады. Демек, жауабы 96 сөз құрастыруға болады екен. Себебі бізде А әріпі қайталанып тұр. Үшінші есеп: Шоқан, Ғабит, Абзал, Рүстем, Ерасыл және Жеңіс дәрігерге көрінуге кезекте тұр. Егер Ғабит пен Рүстем бірге тұру керек болса, онда олар неше әдіспен тұра алады дейді. Ғабит пенен Рүстем бірге тұру керек. Яғни қалай тұрса да белгісіз, бірақ кезекке тұру керек. Былайынан мына жақта біздің есебіміз былай тұрсын дейік. Демек, бірінші Шоқан тұрса, одан кейін оның алдында Ерасыл тұрса, оның алдында Абзал тұрсын, онда Ғабит пен Рүстем бірге тұру керек. Яғни Ғабит пен Рүстем былай тұра береді. Ғабит және Рүстем. Демек, бұлар ең соңында тұру мүмкін. Бұлар ортасында тұру мүмкін. Демексе басқа жақта тұру мүмкін. Демек, бізде 1, 2, 3, 4. 4 санның орындарын ауыстыру деген сөз ғой. Ол 4 факториалға тең. Ал 4 факториал дегеніміз 1, 2, 3 және 4-тің көбейтіндісі. Бұл 4-еуінің көбейтіндісі ол 24 болады. Демек, жауабы 24 түрде олар кезекпен тұра алады. Талғатта 7 көйлек және 5 галстук бар. Неше тәсілмен 1 көйлек және 1 галстукты киюге болады. Бұл есепті де шығару барысында көйлектерге неше түрлі аттар қойып қоямыз. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деп галстуктарға да солай жасаймыз. Немесе бүйтуге де болады. Бірінші көйлекті киіп алады да, яғни бірінші көйлекті киіп 5 галстукта қалады. Екінші көйлекті киіп тағы да 5 галстукта қалады. Үшінші көйлекті киіп тағы да 5 галстукта қалады. Демек, 7 көйлекті де 5-5-тен киіп көре алады деген сөз. Яғни ол 7 мен 5-тің көбейтіндісі, яғни 35. Жауабы 35 түрлі бұларды кие алады екен.
Алдар көшеде сары, қызыл және ақ қалпақ, сұр, көк және қара шапан, бір пар етік және бір пар бәтеңке бар. Алдар көсе көршілерін таңырқату үшін неше түрлі киіне алады. Сары, қызыл және ақ қалпақ. Қалпақтардың неше түрі бар? Сары, қызыл, ақ қалпақ. Демек сары, қызыл, ақ үшеу. Қалпақтың 3 түрі бар екен. Сұр, көк, қара шапан бар. Яғни шапаннан сұр түсінен бар. Міне сұр түсінен бар. Көк шапаны бар, қара шапаны бар. Яғни 3 шапаны бар екен. Және бір пар етік және бір пар бәтеңке бар. Яғни аяқ киім деп ат қойып қойсақ, онда 2 аяқ киім бар. Бір етігі бар, бір бәтеңкесі бар. Демек осыларды киіну керек ол, Бұл дегеніміз 3 және осы 2 деген сандардың көбейтіндісі. 3 жердегі 3-іңіз 9, 9 жердегі 2-іңіз 18. Демек есептің жауабы 18 түрде киіне алады.